Arkadaşlar, okuşlar. Hayırlı ustaz. Bugün aşıklarına hoş geldinizler. Bugün biz aşıklarımızda başlaması bugün psikologiyalıq ahval tuzurlayık. Bir balanın iledi. Onurga safarımızda yeni dileklerimle başlayalım. Balanın yeni dileklerine başlayalım. Yusuf, Alman raketten arkadaşlar toplaması. Resim cozun arkadaşlar bir yapıyorsun. Ayzeri, bilimin şeksiz kalan kim olsun. Musa, Majentör elinden göz cozunu tutar. Malvina aynen kun bir elinden kalın şaş. Ola karşı bir sözümdü bu. Vallahi topka bölünüp alayım. Kim okuydu? Ben hiç aksırmasın diyor. Yusuf okuyor. Yedi karşı aslında ülkenin ayrılırsak yıldızdan biridir. O 7 yıldızdan turadi және tünde anıq көрінеді. Халық арасында олар ülkede қол жүреді деп айтылады, ал ғалымдар бұл жерді айтады. Келесі Айзері okuyor. Жеті қарақшы туралы аңыз халықтың асқан денелерін түсіндіріп Кең таралған аңыз бойынша 7 қарақшы өлкенің қызын ұрлап оның қуып жүреді деп айтылады. Жеті қарақшы аспандағы үлкен аң символы болған. Ол 7 жұлдыздан тұрады және түнде анық көрінеді. Бұл жерде айтады. Жұлдыз қандай аспан денесі? Kim biledi? Ayzeri. жұлдыз өзінен жарық шығаратын аспан денесі. Жұлдыз бен шардың ортақ қасиеті. Неде? Қайсында айтамыз? Başı айтуға. Ғаламшары аспанның денесі. Ол газдан тұрады. Қалай бөлінеді ол? Екіге бөлінеді. Қандай қандай? Сутегі. Газ. Сутегі деген не пайда болады? Газ. Сутегі жанған екен ол газ. Неге айналады? Күлге айналады екен. Айзере, төл сөз дегеніміз не жалпы? Төл сөз дегеніміз біреудің сөзін дәл сол күйінде жеткізуді төл сөз дейміз. Мысалы, өнералды қызыл тіл деді халық. Өнералды қызыл деді халық деген төл сөз болса, халық өнералды қызыл тіл екенін айтты деген ол төл сөз отыр. Екінші топқа бір алайын. Енді қызығушылықты ояту үшін балалар өзіне жерде. Балалар бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу үшін менің сиқырлы қол фишаларымды ашып көрейік. Содан соң жаңа сабақ тақырыбын таба аласыңдар. Аспанға қарағанда нелерді көресіңдер? 7 қарақшыны, темір қазықты, айды, күнді көреді екенсен тағы да. Бұл көтеріп жауап беремін. Жұлдыздар неге әртүрлі болып көрінеді деп ойлайсыңдар? Болат айтады. өйткені олар бір-біріне алыс тұрған үшін Біреуі жақын орналасса, екіншісі алысқа орналасқан, олар біреуі кішкентай, біреуі үлкен болып көрінеді екен. 7 қарақшы темір қазық шолпан атауы неліктен ерекше деп ойлайсыңдар? Айзере жауап бере қойшы. 7 қарақшы, мысалы, 7 қарақшы 7 жұлдызбен бейнеленген. Соған байланысты оны 7 қарақшы деп атын ерекше деп қойған. Ал темір қазық деп
бұрынғы ата бабаларымыз сол темірқазыққа қарап бағыт бағдар тапқан. Қазық дегеніміз сол тұрақты нүкте деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да темірқазық деп айтқан. Ал шолпан дегеніміз ол өте жарық жұлдыз болғандықтан, әдемі жұлдыз болғандықтан шолпан деп айтап кеткен. Темірқазық, жеті қарақшы деген атауларды бұрын естіп пе едіңдер? Мұса естіп пе едің? Енді отыра бересің. Аңыздар естіп пе едің? Иә. Темірқазық, жеті қарақшы деген атаулары бұрыннан аңыздарда айтылған екен. Дәресіне отырамын. Түсіну үшін нақты ақпаратты табу үшін оқу. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзін жасалу жолдарын айналдыру. Бізде бүгін еңбекқорлық және біздің атадайық сөзімізде тұр еді. Еңбекқорлық және кәсіпқойлық. Көп еңбек еткенге бақыт басын иеді деген біздің атадайық сөзіміз. Балалар, енді мен осы аспан өрнектері деген тақырыпты кішкене түсіндіріп кетейін. Аспан өрнектері деген жалпы біздің ата бабаларымыз аспанға кескін, пішін суреттерін салғандықтан оны негізі жұлдыздардан тұрады, оны шоқ жұлдызы деп атаған. Жалпы атап, сол арқылы біздің аспанда жеті қарақшы, темірқазық, үркер деген жұлдыздар. Үркер жұлдызы ол жалпы топталған жеті жұлдыздан тұрады. Одан кейін жалпы оны торпақ жұлдызымен бейнелейді. Темірқазық жұлдызы ода жалпы бақыт бағдар беру үшін бұрынғы кездерде соны көріп арқылы темірқазыққа қарап жолдарын естіген, білгенде қайда кетіп бара жатқан бақытты білген екен. Бабаларының бұрынғы кезде соны арқылы өрнектеп, суреттерін көргендіктен қазір жердің бетінде де біз телескопсыз ақ оны ести аламыз, аспан өрнектерін көре алады екенбіз. Бірінші тапсырмамыз бүгін біздің сабағымызға байланысты. Енді біздің төл сөзге осы біздің тоқталып кететін болсаңыз, төл сөз дегеніміз жалпы біреудің сөзін өзгертпей дәл сол күйінде жеткізгеніміз не деп атайды екенбіз? Төл сөз деп атаймыз. Мысалы, Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба деді Абай. Бұл не болып тұр? Төл сөз болып тұр. Ал енді төл сөзге айналатын болсақ, Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанбау керектігін не істеді? Айтты деп біз не істейміз? Төл сөзге айналдырамыз. Төл сөзде де төл сөзде екеуінде де автор сөзі міндетті. Мысалы, мұғалім сабақтан қалмаңдар деді. Одан кейін мұғалім сабақтан қалмау керектігін не істеді? Айтты. Екеуінде де біз не істеп тұрмыз? Автор сөзі қолданып тұр. Айырмашылығы төл сөзде тырнақша мен сызықша қойылса, сол арқылы ажыратсақ, ал төлеу сөзде біз деді, айтқан, болатын, деп деген сияқты не істейді? Деген деген сияқты немен ажыратамыз. Біздің бірінші тапсырмамыз топтық жұмыс. Топтық жұмысты мына жерде қараңдар. Негізгі ойды оқып, негізгі ойды анықтау дейді, нақты ақпаратты табу. Дескриптор мәтіннің жалпы мазмұнын түсінеді, негізгі ойды анықтайды, сұрақтарға жауап береді, ойын жүйелі жеткізеді. Мәтіннен нақты берілген сұрақтар мәтін бойынша жауап береді, өз-өзінің дәлелмен жеткізеді, ақпаратты дұрыс ажыратады. Бірінші топқа, екінші топ, бірінші топ. Мына жерде орындайсыңдар, осы жердегі топпен жұмыс жасаймыз балалар. Шоқ жұлдыздар деп атайды. Аспанда сескеседі шоқ жұлдыз бар. Олардың кейбірі жануарлардың енді біреулері ежелгі батырлар мен құдайлардың құрметінде солардың аттарын иемденген жер күнді айналатындықтан біз әртүрлі шоқ жұлдызды бақылауға мүмкіндігіміз бар. Жолаушыға жол сүрбеген жеті қарақшыға ұқсас тағы бір жеміс бар. Ол да жеті жұлдыздан тұрады. Ол кіші қарақшы деп аталады. Жеті қарақшы екеуі бір-біріне жақын орналасқан. Бірге туып, бірге батады. Жеті қарақшының басы оң жаққа сабы, сол жаққа кіші қарақшының басы сол жаққа сабы. Оң жаққа қарап тұрады. Кіші қарақшының сабының ұшындығы жұлдыз темірқазық ең шеткі екі жұлдыз ақбозат, көкбозат деп аталады. Кезінде аспанда бір жарық жұлдыз пайда болған. Ол бірден бізге төмендеп барып, көкжиектен дәл күн бейнеті тұсына батады. Ал кей уақытта таңертең күн шығар алдында шығыс жақта таң жұлдыздары жарқырап тұрады. Күн көрінісімен шоқ жұлдыздар, бұл
Көрерменшілер шолпан туа жүріп кетіп, күн ысы бастағаны демалатын, сондықтан шолпан жұлдыздары керуен жұлдызы деп аталған. Немесе жұлдыз атаулары аталған. Күн, жер, жеті қарақшы, жұлдыз, темір қасық, ақ бозат атаулары аталған. Мәтіннің негізгі ойы қандай? Жұлдыздардың бағыт-бағдар беруі олардың пайдасы. Автор оқырманға қандай ой жеткізгісі келеді? Автор оқырманға жұлдыздарды танып, олар арқылы бағыт табуға болатынын жеткізеді. Берілген нелерді, төл сөздерді, сөйлемдерді не істейміз? Төле сөзге айналдырамыз. Адамдық белгісінің үлкені әрі оның жұмсайтын қаруының бірі деген. Мал жұтайды деді, Абай өнер жұта алмайды. Абай малдың жұтайтынын, өнердің жұта алмайтынын айтты. Айбек аспанда жұлдыздар көп деді. Айбек аспанда жұлдыздар көп екендігін айтты. Аружан шолпан жұлдызы өте жарық көрінеді деді. Аружан шолпан жұлдызының өте жарық көрінетінін айтты. Мұғалім темірқазық бағытты көрсетеді деді. Темірқазық бағытты көрсететінін мұғалім айтты. Дамир маған аспан әлемі ұнайды деді. Дамир маған аспан әлемі ұнайтынын айтты. Өлер алды қызылықтар дейді халық. Ахмет Байтұрсынұлы деген тіл адамнан адамдық белгісінің зора жұмсайтын қауымның бірі. Ахмет Байтұрсынұлы тілдің адамдар белгісінің зора және жұмсайтын қауымның бірі екенін айтты. Біз бүгін Аспан денелерін тану арқылы ғарышқа саяхат жасап. Қайсысына жауап береміз? Айзере. Ғарышқа ең алғаш ұшқан адам Юрий Гагарин. Ол 1961 жылы 12 сәуірде ғарышқа аттанған. Меркурий. Қазақтың тұңғыш ғарышкері кім? Ол Ол қай жылы ұшты? Қазақстың тұңғыш ғарышкері Әубәкіров. Асыратырған жауап береді. Мұса айтамын. Әлемдегі ең алғашқы әрі ең үлкен ғарыш айлағы қалай аталады және ол қайда орналасқан екен? Қызылорда қаласында орналасқан. Қызылорда қаласында Байқоңыр, Байқоңыр айлағы десі. Жерді айттық па? Бойынша рекорд орнатқан қазақ ғарышкері кім? Ғарышқа 3 рет ұшқан ғарышкер Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев. Ол ғарышқа 3 рет ұшып рекорд орнатқан. Ол Юрий Гагарин ғарышқа ұшқанда жер шары неше минутта айналып шықты. Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан кезде жерді 108 минутта айналып шықты. Тәуелсіз Қазақстанның атынан 2015 жылы ғарышқа аттанған 3-ші ғарышкеріміз атамыз дейді. Бәсе айтамын. Екінші қыркүйектегі 2015 жылы ұшқан. Кім ұшты? Айдынбеков. Айдын Аханұлы Айымбеков деген. Ғарышкерлердің арнайы киімі қалай аталады? Ғарышкерлердің арнайы киімі скафандр деп аталады. Ғарышкердің арнайы киімі скафандр деп аталады. Вавилон бір кемесімен ұшқан. Юрий Гагарин ұшқан ғарыш кемесінің аты қандай екен? Вавилон бір. Возврат бір.
Шадасып жатсыңдар. Айзере. Восток. 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 Мұса, арышта дыбыс неге таба алмайды? Өйткені ол жерде ауа жоқ. Ауа жоқ екен, ал жерде ше? Жерде ауа бар. Екеуінің айырмашылығы, біз осы жерде не істейміз? Дыбыстарды естиміз. Ал арышта жұлдыз жағып кетсе де дыбыс естіле ме? Жоқ. Естілмейді, өйткені ода қызыл басым. Аспан атаулары кездесті. Айзере, содан. Жұлдыз, ай, жер, күн атаулары кездесті. Аспан атаулары. Мәтінде біз жаңа екі мәтінді оқыдық қой, иә? Жұлдыз, аспан, нелер кездескен екен. Шолпан жұлдыз туралы не білдің? Жалпы Юсуп. Мен шолпан жұлдыз туралы не білдім? Мен шолпан жарық екенін білдім, ол әдемі екенін білдім. Шолпан ең жарық жұлдыз екенін білдің, иә? Шолпан жұлдыз қай уақытта көрінеді? Бәсе? Ол таңертең кешке Таңертең және кешке уақытта көрінеді. Неліктен шолпан керуен жұлдыз деп атаған? Мұса, Мальвина айта қойшы. Неліктен атаған керуен жұлдыз деп? Неліктен атаған? Кім көмек береді? Шолпан өйткені жарық болғаннан оған керуен берді. Керуен жұлдызы деген атап берді. Атап берді. Енем адамға не үшін қызықты деп ойлайсыңдар? Оған кім жауап береді? Мальвина, саған аспан әлемі не үшін қызықты адамдарға? Жауап бере қойшы. Аспан әлемі адамға не үшін қызықты деп ойлайсың? Өйткені ол адамға жарық береді. Аспан әлемі. Юсуп, сен жалғастыра ғой. Өйткені сол жерде аспанда көптеген құпиялар бар, және қызықты нәрселер бар. Біз бағанағы не жұмысымызды екі балмен бағаладық. Жалпы Айзере 2 балл, Юсуп 2 балл жауап беріп отырған. Болат 2 балл, Бәсе 2 балл, Мұсамен түнге 1 балл. Мынау қазір соткымызды аламыз да, сабақты бекіту мақсатында. Айша, аспан әлемі деді. Жарайсың. Күн, ай, жұлдыз, кітап, дәптер, қалам. Күн, ай, жұлдыз жатыр. Одан кейін? Дұрыс. Одан кейін оқытарда. Бәсе оқып жылдан. Шолпан темірқазық жұлдыз не үшін маңызды болған? Әңгіме айту үшін, бағыт табу үшін. Белгілеу үшін. Төл сөз дегеніміз не? Біреуді сөзін сол қалпына беру. Бастың ба соны? Иә. Дұрысына жауап беремін. Жарайсыңдар. Соңғы сұраққа да барлықтар дұрыс жауап беріңдер балалар. Балалар, енді біз бағалайтын болсақ, оқушылар бүгінгі топта бірінші топтық жұмыс, жұптық жұмыс және жеке жұмыспен арасында сұрақтар қызығушылықты ояту мақсатында қойылған сұрақтарға өте дұрыс жауап берген. Барлық сұраққа, барлық тапсырмаға белсене атсалысып отырған Айзереге 10 балл, одан кейін Бәсеге 8 балл, Болатқа 8 балл, Юсупқа 9 балл, Мальвинаға 7 балл, арасында қателесті, сосын Мұсаға 7 балл. Ал сабақ түсініксіз болып десем, келіңіз тыңдаңыздар. Бас тыңдаңыздар. Сабақ түсінікті болып десеңдер, ағайын басасыңдар. Әмен басасың. Әмен басасың. Міне, барлығы түсінікті болса, мынаны баса, түсініксіз ба, мынаны баса. Түсінікті болса, соны басасың. Тақым берген жоқ. Болдыңдар ма? Рахмет, үйде тапсырма, 7-ші тапсырма болды.